Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы металл құрылымдары мен жаңағы центрден тыс салған үстіндар. Яғни жалпы қысқаша тоқталып кететін болсақ, бұл тақырыптың жаңағы мақсаты темір бетоннан, тастан, металл, ағаш және пластмассадан жасалған құрылыс конструкцияларының әртүрлі кернеулі жағдайдағы жұмысы, олардың құрылғылау және есептеу тәсілдері жөнінде сіздерге қысқаша жаңағы біздің мақсатымыз түсіндіру. Яғни бұл тақырыптың және міндетіне де қысқаша тоқталатын болсақ, яғни металл, темір бетон, ағаш және пластмасса жөніндегі ғылымдардың қазіргі замандағы жағдайындағы білім жүйесіменен осы материалдардан дайындалған құрылыс конструкцияларын есептеу тәсілдерін жетілдірудің негізгі бағыттары мен студенттерді жарықтандыру, сонымен қатар экономикалық тиімді тиімді нұсқаға қол жеткізу үшін өте тиімді конструктивті шешімдерді таңдай білуін дағдылауды жаңағы сіздерге үйрету болып табылады. Яғни сонымен қатар алдағы дәрісімізде талқыланатын яғни сұрақтар материалдарды әртүрлі негізгі көтерме конструкциялармен қимасын сандық және сапалы жағынан жаңағы бағалауды дағдымен игеруді қарастырамыз. Әртүрлі материалдардан жасалған құрылыс құрылымдарының ерекшеліктері, яғни материалдардың физика-химиялық қасиеттері, сонымен қатар шекті жағдайларда бойынша есептелген және құрылымдалған көтеруші конструкцияларын қарастырылады. Сонымен қатар металл құрылымдары деген жалпы түсінікке, яғни олардың құрылымдық пішіні туралы мәліметтерді біз дайындап алуымыз керек. Яғни сонымен қатар технологиясын, жинақтау әдістері, тағы да басқа жаңағы ақпараттарды дайындап осы тақырыпқа жаңағы дайындап алуымыз керек. Сонымен қатар металл құрылымдарының даму деңгейімен бір жағынан халық шаруашылығындағы жаңағы қажеттілігімен анықталса, екінші жағынан техникалық базаның мүмкіндігімен, яғни металлургияның, металл өңдеу құрылыс құрылымы мен сонымен қатар техниканың дамуына байланысты болып келеді. Металл құрылымдарының біріктіру, яғни бұл жерде металл құрылымдарының пісірудің түрлері және олардың сипаттамаларын қысқаша айтып кетуге болады. Яғни металл конструкцияларының негізінен оларды пісіріп біріктіріледі. Яғни ол басқа біріктірулер түрлеріне түгелдей дерлік ауыстырылады. Яғни басқа пісіру түрінен бұлар пісіріп біріктірілу арқылы металл құрылымдарын жаңағы өзінің жұмыс жаңағы жоспары бойынша пісіріліп біріктіру арқылы жұмыстанады. Яғни зауытта құрылыс алаңында қолданылады. Пісіру конструкцияларының біріктіру сұлбаларын оңтайландыру арқылы металл шығын азайту және сонымен қатар еңбек өнімділігін арттырады. Пісіріп біріктіру металл конструкциялардың су, газ өткізбейтін қасиетін жаңағы сақтайды. Сонымен қатар бұл резервуар, газгольдер, гидротехникалық құрылыстар үшін аса үлкен маңыздылығы бар. Пісірудің негізгі кемшілігі біріктіруде қалатын қалдық кернеулер мен жаңағы деформациялар, олардың конструкцияларға динамикалық күш әсер еткенде төмен температурада пайдаланғанда болатын жаңағы морт сынғыштығына ықпал жасайды. Яғни жаңағы металл құрылымдардың негізгі кемшіліктері, яғни осы морт сынғыштығына әкеліп соқтырады. Яғни
Келесі пісіруді конструкцияларды монтаждауда, яғни сонымен қатар көп қабатты ғимараттарда біріктіруді пайдалану қиындау. Бұл екі жағдайда пісіруді пайдалануға мүмкіндік бермей болтты біріктіруді қолдануға мәжбүр етеді. Пісірудің түрлері газбен пісіру, диффузиялық пісіру, ультрадыбыспен пісіру, жарылыспен пісіру, электр доғамен пісіру және тағы басқа түрлеріне бөлінеді. Электр доғамен пісірудің түрлері қолмен, автоматпен, жартылай автоматпен пісіру, электрошлакпен пісіру, газ ортасында пісіру, түйістіре пісіру. Яғни металл құрылымдарының өздеріңіз көріп тұрғандай, келесі слайдта өздеріңіз көріп тұрғандай, яғни металл құрылымдары. Келесі слайдта жеңіл металл құрылымдары. Өрт қауіпсіздік жағдайында металл құрылымдары мынау, яғни орналасуы көрсетілген. Жалпы металл құрылымдары, яғни металл құрылымдары болтты пісіру арқылы қолданыстағы қазіргі таңда, яғни болтовые соединения деп айтсақ болады, яғни ол бізде жаңағы әуе транспорттарында, яғни олар вибрацияға төзімді, яғни әуе машиналары, транспорттары, олар жаңағы вибрацияға өте қатты жұмыс жасағандығынан көбінесе болтты қосылыстарды сол әуе транспорттарында көбінесе қолданылады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісі металл құрылымдары, яғни центрден тыс жаңағы қосылыстарды жаңағы маңыздылығын, қолданылатындығын жаңағы қысқаша осы жақсы назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Студенттер, сау болыңыздар.